Баршаңызға ассалаумағалейкум. 1970 жылдары ақш әскери теңіз күштерінің бірнеше ядролық сүңгуір қайықтары ашық теңізде болған кезде бір түрлі зақымдарға ұшырап, олардың гидролокаторлары істен шығып, соқыр болып қалды. Су асты қайықтары қымбат жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін базаға оралуға мәжбүр болды. Оған әскерилер қатты таңғалды. Оларға белгісіз қару мен көзге көрінбейтін жау шабуыл жасағандай болатын. Бұл жауды сүңгуір қайықтардың ешқайсысы анықтай алмады. Бірақ дегенмен гидролокаторлар істен шыққан болатын. Бұл қалай болуы мүмкін? Жабдықты тексерген кезде гидролокаторлар қаптауының бір бөлігін кішкентай бір деңгетісімен жұлып алғандай оғаш іздер тапты. Бұл өте берік қаптау болатын. Ол мұхит астындағы өте үлкен қысымға төтеп бере алады. Бірақ белгісіз қаруды жеңе алмады. Шамамен 10 жылдан кейін тағы 30-ға жуық сүңгуір қайық қайтадан зақымдалды. Және тағы да осы кішкентай тістерге ұқсас бір түрлі іздер табылды. 1970 жылы Мексика шығанағындағы теңіз астындағы кабельдерге шабуыл жасалды. Және бұл кабельдер біз құрлықта күнде көріп жүрген қарапайым кабельдер емес. Олар керемет төзімді. Ал бұл кабельдердің қабығын ең өткір пышақпен кесу немесе оны тесу өте қиын. Барлығы кабельдердің су астындағы жануарлармен әрекеті кезінде адамдарды өркениеттің игілігінен айырмас үшін жасалған болатын. Өркениеттің игілігі деп отырғанымыз ол интернет. Байыптап қарасаңыз, су астында көзге көрінбейтін, жер бетіндегі ең күшті жақтары мен тістері бар құбыжық өмір сүретін сияқты. Және ол су асты кабельдер мен адамзат баласы мұхит түбіне түсіретін барлық нәрселерді жек көретін сияқты. Танысып қойыңыз, бұл бразилиялық жарқырауық акула. Ол жылы су ағындарында тіршілік етеді, ал оның келбеті тартымсыз көрінеді. Және ол жүзіп жүріп, жол бойында қоректене береді. Оның аузы сорғыштармен қоршалған. Осы сорғыштардың арқасында ол акула жемтігіне жабысып алады. Бұл кішкентай тіршілік иесін акула деп атау біртүрлі көрінеді. Ол 50 сантиметрге дейін әрең өседі. Осы сорғыштармен олжасын денесіне бекітіліп алады да, ары қарай тістерін пайдаланады. Үстіңгі тістері қалыпты көрінеді, бірақ төменгілері бір-біріне жабысқан ара темірдің жүзіне ұқсайды. Бұл қорқынышты балық осындай тістердің көмегімен еттің бір бөлігін жұлып алып жеп, жемтігінің денесіне тереңдігі шамамен 7 сантиметрге дейін, ал диаметрі 5 сантиметрге дейін жаралар қалдырады. Осылайша бразилиялық жарқырауық акула еттің бір бөлігін тістеп жұлып алып, ештеңе болмағандай ары қарай жүзіп кете береді. Матростардың сүңгуір қайыққа біреудің жақындап келе жатқанын аңғармауы ғажап емес еді. Бұл балық өте жылдам, және бүкіл тамақтану процесі бірнеше секундқа ғана созылады. Бірақ мені таң қалдырғаны бұл емес еді. Бразилиялық жарқырауық акуланың ас мәзірі барлығын қамтиды. Яғни дельфиндер, скаттар, түнетістер, кішірек балықтар, кальмарлар, теңіз ит балықтары. Егер кездейсоқ басқа акулаларды кездестіріп қалса, сол акулада тіпті киттердің өзі, касаткалар. Бір сөзбен айтқанда алдынан кім шығады, соның біраз бұлшық етін жұлып жеп кете береді. Азықтық тізбекте жоғарыда тұрған жыртқыштар бұл кішкентай құбыжықтарға қарсы ештеңе істей алмайды. Оған қарсы не істей аласыз, егер олар соншалықты жылдам, сонымен қатар жиі топтасып охотаға шықса? Бразилиялық жарқырауық акулалардың территориясына байқамай кіріп кеткен адамдарға да бүгінгі күні қиынға соғып отыр. Әлбетте, жоғарыдағы үлгі бойынша бірнеше шабуылдар тіркелген болатын. Өзіңіздің денеңізден осындай бұлшық еттің бөлігін жоғалту ең жағымсыз сезім әрине. Бірақ екінші жағынан бұл акулалар адамдарды ешқашан толығымен жемейді. Бір түрлі көрініске мұқият қараңыз. Әсіресе балықтың басындағы мына қара жағаға. Акуланың алдыңғы жағы өте кішкентай, ал артқы жағы үлкен. Мәселе мынада, артқы бөлігі айтарлықтай қатты жарқырайды. Бұл жарқырау болашақ жемтігін шатастыру үшін қызмет етеді. Енді мен оның қалай жұмыс істейтінін түсіндіремін. Көбінесе бразилиялық акуланың түскі асы өзінен төмен жақта жүзіп жүреді. Оның жемтігі жоғарыға қарап ашық фонда су бағанасы арқылы аспанды көреді. Ал акуланың денесі жарқырап, оған көрінбейді. Ал жарқырамайтын бас жағы оның жемтігіне кішкентай шабақ сияқты көрінеді. Осылайша, мысалы түнец қазір шабақ жеймін деп қуанып жақындап келгенде өзі әбетке айналады.